Каналда видео шықпағалы 9 ай болды, офигеть. Бәріңе сәлем, каналда видео шықпағалы біраз болды. Оған себеп көп, бірақ ең маңыздысы мен бір жыл бойы просто сәл апатия, полудепрессивный, томление деген состоянияларда болдым. Томление деген состояние вроде бы мен жақында ғана түсінген понятие болды, себебі мен оны до этого осознавать еткен жоқпын, ешқандай да причинасын білген жоқпын, неге ондай состояниеда болғанымды. Оказывается, бұл состояние мен ютубқа видео түсіргенімнен басталды екен. Және бұл состоянияның да өзінің плюстары бар. Мысалы, бұның арқасында мен өмірден түсінген заттарым көп. Сондықтан да осы видеода мен сендерге 2023-те немесе өмір бойы түсінген 15 қағиданы айтып шығатын боламын. Бұл видео исключительно тек қана менің өзімнің опытым. Ешқандай факттар жоқ, егер ұнаса көр, ұнамаса онда көрмей қойсаң болады. Мен бұл видеодан ешқандай табыс табамын деген ойым жоқ. Особенно қазақша ютубтан мен табыс таппайтынды баяғыдан білемін. Просто маған это в кайфу. Егер де мен осы видеоны жаңа жылға дейін монтаждап шығарып үлгерген болсам, онда мен сендерді жаңа жылдармен құттықтаймын. Ал егер де үлгермей кешірек шығарсам, онда тағы да жаңа жылдармен құттықтаймын. Бірақ та кішкене кешірек болды. Бірақ бұл кімді волновать етеді, так что видеоны түсіре берсем болатын шығар. В общем, видеоның басын көп созып кеттім, себебі, конечно, менде қазір ешқандай сценарий ештеңе жоқ. Мен ойыма не келеді, соны қазір айтып отырмын. Жарайды, бастайық. Это переход, короче. Бірінші өмірден түсінгенім, барлық заттан плюс іздеу керек. Вот мысалы, мен өмірімде өзіме ұнамайтын заттармен көп айналысамын, себебі оны біз управлять ете алмаймыз. Может, сен өзіңе ұнамайтын мамандықта оқуың мүмкін, может, сен өзіңе ұнамайтын жұмыста істеуің мүмкін, бірақ та оны сен ешқашан управлять ете алмағандықтан, сен ол жерден плюс іздеу керексің. Өмірде плюсы жоқ ешқандай зат болмайды, сондықтан да бұл жерден сен уайымдамай қойсаң болады. Допустим, обычный ситуацияны елестетейік. Сен өзіңе ұнамағандықтан, бірақ та ата-аналарың бұл мамандықты перспективный деп шешкендіктен сен автомеханик мамандығына түстің деп елестетейік. Ал бірақ сенің өзіңнің ұнататын мамандығың программист болды. Екеуі бір-біріне вообще сай келмейді. Я мен саған айтпаймын, зато сен былай істейсің, зато сен былай боласың, зато сен машинаны шарит ететін боласың деп айтпаймын. Өйткені ол сен по-любому өзгерте алмайды, себебі сен уже түсіп қойдың, ештеңе өзгермейді. Саған бұл мамандық вообще ұнамайды. Осы кезде мысалы сен бүйтіп істесең болады. Например, егер де менің қызығушылығымды қарасақ, маған YouTube ұнайды. Енді мен оқуға түсіп қойғандықтан мен сабақ үстінде сабақ оқу керекпін, бірақ та маған сабақ вообще ұнамайды. Бірақ осының плюстарына қарайтын болсақ, сабақтың үсті саған дополнительный уақыт. Осы кезде может сен ютубта новый сценарий жазсаң болады, өзіңнің идеяларыңды жазсаң болады басыңа келген. Себебі статистика көрсеткендей, көбінесе адамның іші пысқан кезде басына көптеген идеялар келеді. Немесе тағы бір мысал, егер де оқуға түсіп, бірақ та саған өз мамандығың ұнамаса, онда оның тағы бір плюсын іздесең болады. Біріншіден сен көптеген достар, связь таптың, немесе сен сабақ оқуға желаниең болмағандықтан сен сессия кезінде өз бағаларыңды мұғалімдермен келісіп шешу керек боласың. Сол кезде уже сен проблемаңды өзің шешуді үйренесің. Вот сондай плюстарды өзің іздеп тапсаң болады. Себебі қайталаймын, әр нәрсенің плюсы болады. Ешқандай зат плюссыз болмайды бұл өмірде. Мына видеода мен көптеген керек емес информацияны айтпауға тырысамын, бірақ та ол мүмкін емес болып жатыр что-то. Жарайды, бірінші қағиданы сен түсіндің. Барлық заттан плюс іздеу керек. Енді біз екінші қағида туралы айтайық. Ал екінші қағидамыз контекст түрінде біріншісіне ұқсау мүмкін, бірақ та мағына жағынан ешқандай ұқсастығы жоқ. Ол былай естіледі: бұл өмірде минусы бар заттарды ғана ұнады. Я бағана біріншісінде плюсы бар заттарды ғана ізде деп едім, енді мынау минусы бар затты ғана ұнады дегені бір-біріне пропорциональны болмай қалды деп ойлауым мүмкін. Бірақ бұл жолы мен саған өмірінде болып жатқан ситуацияны емес, өмірінде скоро болатын ситуацияға сай келетін заттарды айтатын боламын. Минусы бар затты ғана ұнады дегенім, әр затқа критически қара деген мағынаны меңзеуі мүмкін. Ол көбінесе қазір біздің елімізде болып жатқан лудоманияға қатысы бар. Лудомания дегеніміз наркозависимость, алкозависимость деген сияқты зат. Даже может быть лудомания мына екеуінен де қиын болуы мүмкін. Лудоманиямен ауыратын адамдар деп казиноға немесе ставкаға кіріп кеткен адамдарды айтамыз. Бұл адамдар сол ставка мен казинодан басқа өмірде ешқандай нәрсеге қызықпайды. Және бұндай адамдар сол казино, ставка шығаратын компаниялардың қақпанына түсіп, олардың условияларын орындай береді және де ақшасын көп құрта береді. Соңғы жағында өзінде ақша біткендіктен туысқандарынан, достарынан қарызға ақша сұрап, солардың ақшасын құртады, сосын олармен өзінің отношениясын құртады. Бірақ сенде лудомания неге минусы бар заттарды ғана ұнады деген қағидаға сай келеді деп ойлауы мүмкін. Мен саған айтамын, екеуі тікелей қатысты. Себебі казино, ставка немесе трейдингтің атын жамылып жүретін казинолар реклама жасаған кезде бұл заттың минусы жоқ сияқты көрсетеді. Яғни оңай ақша табасың, үйде отырып ақша табасың, немесе тағы да басқа заттарды айтады. Тот же самый биномо, авиатор немесе Қазақстанда тағы да басқа танымал осындай казино проекттер. Бірақ естеріңде сақтаңдар, барлық заттың плюсы бар және де барлық заттың минусы бар. Ешқандай зат плюс пен минуссыз жүрмейді. Бұл физиканың қарапайым заңдылығы. Сондықтан да мен сендерге қысқаша айтқан
айтқанда минусы бар заттарды ғана ұнат, әр заттан сомнениең болуы керек. Допустим, сен TikToktан трейдингпен жақсы ақша табуға болады, анау мынау деген сияқты видеоларды көріп алып, өзің трейдингпен айналысам деп шештің. Енді бұл жерде сенің бірінші мақсатың трейдингтан оңай ақша табу емес, керісінше трейдингтің рисктарын көру керексің. Егер де оның рисктары өте үлкен немесе рисктары болса, онда бұл зат шынайы болуы мүмкін, бірақ сонда да зерттеу керек. Ол әр кезде әрқалай болады. Надеюсь, сендер түсіндіңдер деп ойлаймын. Екінші қағидамыз барлық заттан минустарды ғана ұнат. Енді мен түсінген үшінші қағиданы айтайын. Үшінші қағидамыз үндеме. Үндеме дегенді көбісі түсінбей қалуы мүмкін. Ол сен өмірде вообще сөйлеме деген сөз емес, ол өзіңнің керекті мақсаттарыңды, өзіңнің секреттеріңді ешкімге айтпа деген сөз. Кейбір заттар болады, оны біреуге айтудың керегі жоқ. Мысалы, алдыңа қойған мақсаттарыңды, өмірдегі целіңді және де армандарыңды көбінесе ешкімге айтпа деген советтер болады. Оны өздеріңде білесіңдер деп ойлаймын. Менің айтқым келгені, бұны айтсаң орындалмай қалады, анау мынау емес. Просто тыңдаңдар. Ешкімге сенің алға қойған мақсатың немесе сенің секреттерің қызық емес. Немесе сенің жаман, ненормальный секреттерің болса, оны тыңдап алған адам оны жақсылықпен өзіне қабылдамайды. Көбінесе сол арқылы сені кемсітеді, немесе сол арқылы сенің деңгейіңді түсіріп, басқалардың көзінше айтып беруі мүмкін. Ал өздерің білетіндей, бұл коллективный средада өте қатты желательно емес. Или же егер де целдарыңды айту туралы айтатын болсақ, допустим, сен біреуге целіңді айтып қойдың деп елестетейік. Бұл кезде уже сен ол адамға емес, өзіңе жамандық жасағандай боласың. Себебі целдарыңды айту арқылы сен өз миыңды өзің алдайсың. Айтып отырғанда сенің ойыңда барлығы идеально болады, ал өмірде өздерің білетіндей ешқандай зат идеальный емес, пландарың вообще орындалмай қалуы да мүмкін. 90% ситуацияда көп адамдардың пландары негізі орындалмайды. Бірақ бұл біреуге айтып қойғаннан емес, оны сен айтпасаң да орындалмайды. Ол очевидный зат. Но осы жерде осы ситуацияны көп адам әртүрлі қабылдайды. Егер де сен біреуге мақсатыңды айтып қойған болсаң, сенің миыңда барлығы идеально естілгендіктен, ол саған өте ауыр тиеді. Сенің миың бұл заттан басқа зат күткендіктен позитивке кішкене дайын болады. Ал план өзгеріп, барлығы басқаша болған кезде уже адамда выгорание, томление деген сияқты состояние болады. Так что менің айтқанымды сендер түсіндіңдер деп ойлаймын. Өте көп керек емес информациялар бар шығар, бірақ енді басқа амал жоқ. Сценарийсіз жазып отқандықтан ештеңе істей алмаймын. Енді біз төртінші қағидаға өтейік. Бұл менің ойымда былай естіледі. Сен ешқашан ерте жаста байымайсың, өзіңді көп кінәлай берме. Орысша айтқанда әртүрлі мелочқа қарап загоняться етуге болмайды. Сенің өмірде мынандай ситуация болған шығар. Сен TikTok немесе Instagram қарап отырасың, және де ол жерде сенмен жасты бала бір керемет бір футбольный клубта ойнап отырады, немесе бір бай, машинасы бар, состояниесі жақсы үйде тұрады. Соның бәрін түсіріп Instagramға, TikTokқа салып, сенің былай айтқанда көтіңді аштады. Бірақ осындай видео көрген кезде әр кезде есіңде сақта. Егер де сенмен жасты бала сенің сфераңда жақсы бір успехқа жетіп атса, бірақ та сен егер де олай жете алмасаң, либо оның ата-анасы өте бай, либо оған просто повезло. Бұл жерде везение де өте маңызды. Нормальный адам нормальный условияда қанша қиналса да, қанша бір терлеп жұмыс істесе де, ешқашан ерте жаста, жасың 20-18 жаста ешқашан байып ала алмайсың. Егер жасың 18-де немесе 20-да, 21-де, даже 25-те болып общепитте, Макдональдста бір 150 мың, 200 мың теңгелік зарплатаға жұмыс істеп жүрсең, онда ол сенің кінәң емес. Ешқашан да ондай затқа загоняться етудің керегі жоқ. Өмірде сен ешқандай заттан қалып баратқан да жоқсың, ешкімнен озып баратқан да жоқсың. Әр зат өз уақытымен болады. Оған мысал ретінде барлығы келтіре беретін мысал, бірақ та сонда да айтайын. Мысал ретінде KFC-дің основателі мен Facebook-тың основателін алайық. Марк Цукерберг Facebook-тың основателі 2007 жылы 22 жасында ерте миллиардер болған. Ал KFC-дің основателі Харлан Сандерс 60 жасында ғана успешный бай адам болған. Әрине бұл өте тупой мысал, себебі Харлан Сандерске де, Марк Цукербергке де просто повезло. Мысалы, Марк Цукербергтің байымай тұрған историясын қарайтын болсақ, ол Гарвардский университетте оқыған. Ал Марк Сандерс KFC-ден бұрын көптеген жерде жұмыс істеген, және де KFC ашу ол жай ғана просто оның везениесі. Сондықтан да өзіңді көп кінәлай берме. Егер де сен футболмен айналысып, сенмен жасты балалар мысалы үлкен керемет клубтарда ойнап, басқа бір Испаниядағы керемет клубта немесе Англиядағы бір керемет клубта ойнап, ал сен Қазақстандағы клубтарға да жете алмай жүрсең, онда саған өзіңді басқа сферада көру керек. Ал футболды жай ғана хобби ретінде ғана пайдалану керексің. Мысалы, білем, Қазақстанда футбол дамымағандықтан ол Қазақстан кінәлі. Бірақ оны кінәлай бергендіктен ештеңе өзгермейді. Сондықтан да өзің түсіндің деп ойлаймын. Енді біз келесі қағиданы айтайық. Высшее образование кейде маңызды, ал кейде жоқ. Бұны мен саған
саған тез қарапайым тілде айтып шығайын, себебі бұны созудың керегі жоқ, бұны и так та барлығы біледі деп ойлаймын. Высшее образование деген ол әркімнің өзінің ұнататын ісіне байланысты. Мысалы саған мен сияқты ютубқа видео түсіру немесе видео продакшн деген сияқты сфералар ұнаса, онда саған образование алудың керегі жоқ. Видео продакшн немесе ютуб сенің өміріңді жақсы қылатынына гарантия бермейді. Бірақ бұндай цифровой диджитал сфераларда сен көбінесе образование алғаннан өзің оқыған немесе курс оқи салғаның жақсырақ болады. Себебі сен образование біріншіден уақытыңды кетіресің, егер де платный обучение болса, онда ақшаңды кетіресің. Үшіншіден саған өте скучно болады, себебі ешкім ондай сабақтарда отырып лекция жазғысы келмейді. Ал лекция деген өздерің білетіндей скучный занятие деп айтсам болады. Ал керісінше түрін айтсам, мысалы сен пилот немесе врач болғың келеді. Бұндай ситуацияда не істеу керек? Бұл кезде әрине самоучка болғаннан қарағанда образование алған дұрыс. Себебі сен уже жұмысқа тұрған кезде сенің курстарыңа емес, дипломыңа қарап жұмысқа алады. Бұл очевидно. Бірақ көбінесе университеттердің сапасына қарауды кеңес беремін. Себебі Қазақстанда жақсы университеттер былай саны өте аз. Менің ойымша ең жақсы образование ол Европада, бірақ бұл туралы көп спорлар шығады. Сондықтан да көп зат айтқым келмейді. Әркім өзі білсін, бірақ та менің ойым осыда қалады. Егер саған диджитал сфералар, әсіресе программирование, видеомонтаж, видеопродакшн, дизайнер немесе тағы да осындай ұқсас мамандықтар ұнаса, онда образование вряд ли керек болады. Ал егер де саған адамның өміріне қатысы бар, мысалы пилот, военный, врач сияқты мамандықтар таңдасаң, онда әрине образование керек болады. Қазір менің айтып отырған образование дегенім ол білім емес, диплом. Себебі көбісі образование дегенде әртүрлі мағынада түсінеді. Енді біз келесі қағида туралы айтайық. Ол былай естіледі: барлығын көруге тырыс. Бұл өмірде негізі адамдар әртүрлі болады. Кейбіреуі экстраверт болады, ал кейбіреуі интроверт болады. Және мектепте өкінішке орай саяхаттау, басқа мемлекетті көру немесе сондай қызықты заттарды айтпайды. Сондықтан да көбіміз виза алу, басқа елге қалай шығуға болады, қалай самолетке билет алуға болады, сондай заттарды білмейді. Ол кішкене авиаселстың рекламасына подводкаға ұқсап кетті, бірақ ладно. Мен саған осындай заттарды үйреніп алуға кеңес беремін. Себебі бұл өмір өте қысқа және де барлық затты көру өте маңызды. Сен жаңа заттарды көрген сайын өмірге сенің басқаша отношениең болады. Себебі мына өмірде өздерің білетіндей каждый бұрыш ол пропаганда, ал пропагандадан құтылу үшін осындай заттарды біліп жүру керек. Даже егер де сен басқа елге шығуға немесе билет алуға ақшаң болмаса, онда сен қарапайым заттардан бастасаң болады. Мысалы, ең оңай басқа қалаға бару немесе басқа районға барып хотя бы сояқты көру. Сондай заттардан ақырында барлығын көруге тырыса бастайсың. Және ең бастысы, көбісінің миында қалып кеткен эсерский понятие бар. Ол Қытайды жамандау және де Қытай бізді басып алады дегеннен қорқу. Көп пропаганданы бойына сіңіріп алған адамдардың ойынша, егер де Қытайдан адам келетін болса, ол адамдар біздің елімізді жаулап алуға келеді деп ойлайды. Сондай заттарды мидан алып тастау қиын, және де басқа адамдарға соны түсіндіру қиын болады. Сондықтан да егер де сен басқа елге қыдырып, мысалы сол Қытайды көретін болсаң, ол жақтағы адамдарға біздің елге бай екенін түсінетін боласың. Егер Қытайдан адамдар Қазақстанға келсе, ол біздің жерімізді басып алу үшін емес, ол нормально, ол туризмнің дамып жатыр деген сөзді білдіреді. Мен айтпаймын бұл Қазақстанда немесе СНГ-да ғана дамыған ситуация деп. Мысалы США-дағы адамдар көбінесе Қазақстанды Борат деген атпен ғана еске сақтайды. Сол сияқты әр адамдар тек қана пропаганданы ғана миына құйып алады да, Қытайдың адамдары жаман, Россияның адамдары жаман, тағы да бір басқа ұлттарды бір жамандай береді. Сол ситуация үшін басқа елді көру, басқа жерді көру, соған арнайы ақша жинау және де сол арқылы басқа елдерге қыдыру маңызды. Былай айтқанда, менің айтқан сөздерімде көп вада болып жатыр, бірақ сіз кешіріңдер, тағы да айтайын, мен сценарийсіз видео түсіріп жатырмын. Сол үшін біз келесі қағиданы айтайық. 7-ші қағида: егер де сені қоршаған жаныңдағы адамдардан ұнамайтындар болса, солардан тез құтылуға тырыс. Бұны былай елестетсең болады: сенің қасында дофига достарың бар. Оның ішінде кейбіреуінің отношениясы саған деген өте нашар. Сол себепті ол адам вообще саған ұнамайды, және де сол адаммен жүргенде сенің настроениең түсіп, жағдайың болмай, ол адаммен сөйлескің келмей жүреді. Бұндай адамдармен жүрген кезде сенің өмірің не только жаман болады, но и сен еще басқа кезде ол адаммен қалай жақсы достасып кетсем болады, онымен қалай отношениямды өзгертсем болады деп ойлап жүресің. Себебі ол адаммен сөйлеспесең, как будто сенің круг общениедағыларың басқалар сенімен сөйлеспейтін сияқты. Бірақ жоқ, егер де сенің ортаңда саған ұнамайтын адамдар болса, оларға сен прямо айту керексің: олар саған ұнамайды, немесе олардың мынандай қасиеті саған ұнамайды деп. Егер де даже сол ситуацияда ол адам өзгермесе, онда ол адаммен отношенияны үзу керексің, вообще сөйлеспеу керексің. Маған сен одан кейін өзіңді кішкене жақсырақ сезінетін боласың. Және сен өміріңде сондай заттарды қорықпай істейтін болсаң, өмірің более-менее жақсырақ болады. Себебі әр адаммен араласа беретіндей өмір өте қатты ұзын емес. Әрине, әркім әрқалай ойлауы мүмкін. Оны өздерің комментарийға жазып, мені түзесеңдер болады. Себебі мен де адаммын, мен де қателесемін. Ол нормальный ситуация. Себебі мен осыдан 3 жыл бұрынғы видеоларымнан әлі кринжовать
кетемін. В общем, менің ойымша 7-ші қағиданы сен түсіндің деп ойлаймын. Енді біз келесі қағиданы айтайық. Келесі қағида былай естіледі: дисциплина мен мотивация тек выгоранияға алып келеді. Сондықтан да стимулға көбінесе мән беру керексің. Көбің TikTokта сендер мотивацияға қатысты видеоларды көріп жүргендеріңді білемін. Себебі ол маған да шығады, және де бұл мотивационный видеолар қазір уже маған күлкілі болып есептеледі. Хотя бұрында мен ондай видеолардан кәдімгідей мотивация алатын едім. Вот сондай видеоларда көбінесе мотивация деген ол жай ғана уақытша зат, ал дисциплина ол керекті зат деп айтады. Әрине дисциплинаны әрқайсысы әртүрлі түсінеді, бірақ та көбінесе дисциплина менің ойымша выгоранияға алып келеді. Выгорание деген ол мынандай состояние: сен тупо ештеңе істегің келмейді, жай ғана жатқың келеді. Бірақ при этом сен ешқандай депрессияда емессің. Тамақ жей аласың, басқалармен сөйлесе аласың, бірақ өзіңнің делаңды істей алмайсың. Вот сондай состояние көбінесе творческий адамдарда пайда болады. Және көбіне бұл ситуация творческий адамдар үшін өте жаман уақыт. Осындай кезде көбінесе дисциплинаны да мотивацияны да ұстанудың қажеті жоқ. Өйткені мотивация ол жай ғана уақытша уақыт. Мотивация кезінде сен көп уәде бересің адамдарға, былай істеймін дейсің, былай істеймін дейсің, өзіңе уәде бересің. Бірақ басқа кезде мотивация сөнген кезде уже ол затты істегің келмейді. Дисциплина да тоже сондай. Дисциплинаны сен уже мотивация жоқ кезде өз затыңды істейсің. Хотя ол зат саған ұнамаса да, бүгін істегің келмесе де сол затты істеу керексің. Себебі сен өмірде мақсатыңа тез жету керексің. Сондықтан да дисциплина керек дегенді миыңа іліп алғансың. Әрине, егер де саған бір жұмысты уақытылы бітіру керек болса, онда әрине оны сен уақытында істеу керексің. Бірақ бұл жерде дисциплина да мотивация да әсер етпейді. Мен сендерге басқаша кеңес беремін. Бұл жерде сен өзіңе стимул қою керексің. Стимул дисциплинадан жақсырақ жұмыс істейді. Мысалы, саған бір сабақтан 10 бет лекция жазу керек болды деп елестетейік. Және сол лекцияны сен бір аптада бітіру керексің. Бұл кезде қанша мида жақсы ойласаң да, күніне 1 беттен жазам, күніне 2 беттен жазам деген әсер етпейді. Көбінесе сен аптаның соңына дейін ол лекцияны жазбайсың. Ал бір күн қалған кезде жанталасып тез-тез бітіруге тырысасың. Ал уже ол качественный болмайды. Осы жерде мен сендерге әр жұмысты өзіңе стимул беру арқылы бітіруді кеңес беремін. Допустим, мынандай қарапайым стимулдың түрі бар. Сен 25 минут қазір лекция жазасың, 25 минуттан кейін сол жұмысты тастайсың да 5 минут өзіңе демалыс бересің. Ал бұл 5 минутта сен өзіңе любой затты істеуге рұқсат бересің. Сосын 5 минут біткеннен кейін қайтадан 25 минуттық өз жұмысыңды істейсің да тағы да сондай өзіңе перерывтар беріп отырасың. Немесе тағы бір мысал: сен лекция жазасың, лекция жазып біткеннен кейін сен өзіңе бір магазиннен бір тәтті бірдеңке алсаң болады. Ол әркімнің өзінің фантазиясына байланысты, бірақ ең басты сендер мысльді түсіндіңдер деп ойлаймын. Дисциплина көбінесе выгоранияға алып келеді, әсіресе творческий процесте. Мотивация всегда болмайды, ал стимул деген ол бір затты бітіруге деген жақсы бір мүмкіндік. Енді осы 8-ші қағиданы бітіре келе біз 9-ші қағидаға өтейік, және де бұл 8-ші қағидаға прямой байланысты. 9-ші қағида: егер шаршасаң, демал. Көп жұмыс істеу апатияға алып келеді. Допустим, сен программистсің, және программисттің сен обучениесін өтіп жүрген кезде сен өте қатты шаршайсың. Бірақ та мотивационный видеоларды көргендіктен саған демалуға болмайды, себебі сен көп демалатын болсаң, успехқа жету қиын болады. Обязательно упорно жұмыс істеу керек, сол кезде ғана успехқа жетесің деген сөзді сен естіп алғансың. Осылай сен жұмыс істей бересің, ол апатияға алып келеді, апатиядан кейін выгоранияға алып келеді. Бағанағы 8-ші қағидада айтқанымдай. Сол үшін егер де сен программирование кезінде жұмыс уақытында шаршасаң, онда демалу өте маңызды. Демалыссыз ешкім жетістікке жетпейді. Егер шаршасаң, барып демал. Егер де өзіңе ұнайтын хоббиіңді істеп жатқан кезде CS:GO ойнағың келіп кетсе, CS:GO ойна. Демалғың келсе, ұзақ уақытқа демалыс ал. Жатып PlayStation ойнағың келсе, PlayStation ойна. Далаға шыққың келсе, далаға шығып барып қайт. Бірақ демалу мен жұмыс істеу арасында бір некий баланс болу керек. Надеюсь, сендер түсіндіңдер деп ойлаймын. В общем, мен видеоны осы жерден аяқтайын, себебі видео өте ұзақ болып кеткен сияқты. Мен негізі өзі сценарийға 15 қағиданы түртіп қойған болатын, бірақ та соның 9-ын айтуды шештім, себебі қалған 6-ы уже бред болып кетті. Даже на 9 қағиданың өзі мен сценарийсіз ұзақ әрең түсіндірдім. В общем, видеоның соң жағында айтып кетейін. Бұл видеода мен тек қана өзімнің опытыммен және де өзімнің ойыммен, өзімнің мнениеммен ғана бөлістім. Ешқандай факттар жоқ. Менің советтеріме сүйенесіңдер ма, сүйенбейсіңдер ма, ол өздеріңнің выборларың. Да и видео көп просмотр жинамауы да мүмкін, бірақ уже поебать, если честно. Мен бұл каналдан ешқандай табыс алуға да үмітім жоқ, себебі қазақша контентте көбінесе подписчик жинау қиын. Узкий аудитория, анау мынау деген сияқты. В общем, видеоны, надеюсь, жаңа жылға дейін шығарамын. Және де жаңа жылда егер мен видеомды көріп отырсаң, мен сені жаңа жылыңмен құттықтаймын. 2024-те тағы да өте көп заттар болады деп үміттенемін. Сендерге жаңа жылға әлемнің барлық жақсылығын тілеймін. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, жаңадан көріп отырсаң, мен ескі видеомды көрмеуге кеңес беремін, себебі ол жерде кринждің атасы болып жатыр. Және де мен сендерге өзімнің телеграмымды ұсынамын. Телеграм ссылка описанияда. Ол жерде мен өзімнің ойым туралы, не болып жатқан, өмірімде не болып жатыр, және де жаңа видео қашан шығады, соны бәрін айтып отырамын. Ендігі видео
қашан шығатынын білмеймін, себебі менің қазір уақытым онша қатты көп емес, бірақ надеюсь жақын арада шығады. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.